жеке кәсіпкерлер мен жеңілдетілген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері тапсыратын 910-шы салық есеп нысанын қалай тапсыратын көрсетемін. Салық төлеуші өзінің жеке кабинетіне кірген соң, настройки списка форм. Ағымдағы жылды таңдайсыздар және салық нысанын таңдайсыздар. Біздің жағдайымызда 910. Салық нысаны ашылды. Ағымдағы бірінші жарты жылдық бухгалтерлік есеп жүргізілмейді. Есте сақтаңыздар, егер ең алғашқы рет тапсырып жатсаңыздар, первоначальный, яғни алғашқы батырмасын басасыздар. Ал кезекті тапсыру болған жағдайда, кезекті очередная резидентті басамыз. Егер табыс болған жағдайда, табысты енгізесіздер осы графаға. Біздің жағдайымызда 0. Ескере кетейік, 2023 жылға дейін мемлекет тарапынан жеңілдік берілді. 3% салық төленбейді. Сондықтан 0 белгісін қоямыз. Соцналог. Екінші бетінде барлығына табыс болмады. Жеке кәсіпкер жұмыс деген жоқ. Сондықтан 0 қойып шығамыз барлық жерге. Ноль. Медициналық сақтандыру болғанда 0. Барлық жерге 0 қойып болдық. Және өздеріңіз тіркелген салық комитетінің номерін жазасыздар. Әркім өз қаласының өзін жергілікті тіркелген салық комитеті бойынша. Барлығын толтырдық. Сақтау, қатесін тексеру. Қате жоқ. Енді жібереміз салық комитетіне. Екінші сертификатты таңдаймыз, қол қоятын жағдайда. Құпия сөзін енгіземіз. Тоғыз жүз 10-шы салық есебі тапсырылды. Барлығы 0.